Футбол бұл өмір, ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна. Бүгінгі жаңалықтарыңыз: Мейсон Гринвуд Манчестер Юнайтедке мінез менде де бар деп отыр. Сауд Арабиясы тағы да танымалдардың бәрін тасымақшы. Хави Эрнандеске Барселона қайтадан қалсаң қалай болады деген ұсыныстар тастап жатыр. Осы және басқа да футбол ақпараттары 13-ші сектор арнасында достар. Арнамызға дәл қазір жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздер жазылып қоңыраушаны басып үлгерсеңіздер, ал біз жаңалықтарымызды бастайық. Пауло Дибала Рома үшін өте ерекше ойыншылардың бірі. Осы Дибаланың арқасында Жозе Мауриньоның да ойыны жүріп тұрған болатын. Мауриньоның кезінде де орны бөлек еді, ерек еді. Және де Мауриньоның ойында барлық ойыншылар Пауло Дибалаға допты лақтырып беретін. Осы бірдеңке ойлап табатын шығар деп. Және де Пауло Дибала әлбетте ойлап табатында. Пауло Дибала жиі сынып қамағанда, жиі жарақат алмағанда Мауриньо бәлкім Ромадан кетпес та еді. Енді Дероссидің кезінде Пауло Дибала одан да жарқырай түсті десек те болады. Себебі Мауриньоның кезіндегідей қорғаныстық ойын емес, шабуылдаушы ойын көрсете бастады Рома клубы. Пауло Дибаланың Мауриньо кезіндегі ерекшелігі Дероссидің кезінде де өзгерген жоқ. Дероссидің кезінде де Рома үшін өте бағалы, құнды ойыншылардың бірі болып қала береді Пауло Дибала. Бірақ та Николас Скира атты инсайдердің айтуынша, Пауло Дибала осы маусым біте салысымен басқа клубқа ауысып кетуі мүмкін. Себебі бұндай талантты ойыншы үшін өте аз өтемақы құны қарастырылған. Николас Скираның айтуынша 12 миллион евроға Италиядан тыс лигалар ұсынатын болса, ұсыныс Пауло Дибаланы 12 миллион евроға алып кете алады. Мен өзім Мейсон Гринвуд қыз зорлап былыққа батқан кезде, осы баланың мансабы құрып кетті-ау деген едім. Жоқ, Хетафеге келді, қайтадан жанданды, мансабын қайтадан бастады десек те болады. Қайта тудым, өмірге қайта келдім, айта бергім келеді, айта бергім деп жүр қазір Мейсон Гринвуд. Және де Мейсон Гринвудқа таласып жатқан клубтарда көп. Хетафе өзінің қатарында алып қалғысы келеді, бірақ та ақшалары жетпейді. Қазіргі Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд үшін 40 миллион евродан кем сұрамайды. Ал енді тағы да бір жыл жалға алайын десе, оған да көнбеуі мүмкін Манчестер Юнайтед клубы. Ал енді Мейсон Гринвудтың өзі Испанияда бақытты екенін, испан тілін үйреніп жатқанын айтып жатыр, және де Испанияда қалғысы келетінін де айтады. Манчестер Юнайтедке қайтқысы келмейді, себебі өздеріне керек кезде, қиын кезде маған қолдау көрсетпеді. Манчестер Юнайтед деген бір кішінде өкпесі де бар екен МЮ-ға. Ал енді Манчестер Юнайтед бұл баланың мәселесін әлі толық шешкен жоқ. Сата ма, өздерінде қалдыра ма, әлі қазіргі таңда ойлану үстінде. Ал енді Манчестер Юнайтед сатамын десе 40 миллион евроға сатады. Оған таласып көретін дәл осы Хетафенің өзі бар. Бір жерден ақша табатын шығар бәлкім. Каталониялық Барселона бар, Атлетико Мадрид бар. Атлетико Мадрид негізгі командалардың бірі. Мейсон Гринвудты өздерінің қатарында көргісі келетін. Сауд Арабиясы 2023 жылғы рекордты қайталаймыз дейді, және де осы алдағы жазда 2024-тің жазында да талай-талай ойыншыларды алып келіп қатарымызға қосамыз деп отыр. Жалпы Сауд Арабиясы футболшылар үшін зейнетке шығатын кеңсе сияқты. Со жақта әдемі жалақы алып зейнетке шығып кете салады, оңай. Енді Сауд Арабиясының қазір қызығып отырған ойыншыларын айтып өтейік. Кевин Де Брюйне бар, ерекше қызығып отыр Мухаммед Салах, Вирджил ван Дейк, Алисон, Варан, Казимиро, Бернардо Сильва деген сияқты ойыншыларға қазіргі таңда қызығып отырған жайы бар. Тек қана ойыншылар емес, мықты-мықты ел танитын әлемдік деңгейдегі бапкерлерді де қатарларына қосқысы келеді. Оның ішінде Томас Тухель, Маурисио Почеттино атты мықты бапкерлер де бар. Осылайша Сауд Арабиясының лигасын топқа кіргізіп жіберсек деген ниетте тоқтамайтындарын білдіріп жатыр. Өзінің Twitter парақшасында Мухаммед Салах Сауд Арабиясында ойнауға келісімін берді деді. Египеттің ойыншысы, бұрынғы Тоттенхэмнің ойыншысы Мидо атты ойыншы. Мухаммед Салахты келесі маусымда Сауд Арабиясында күте берсеңіздер болады деді.
Барселонаның бас бапкері Хави Эрнандес осы маусым біткеннен кейін Барселонадан кетемін бапкерліктен деген шешім қабылдады, және де оны ресми хабарлаған болатын. Ал енді Барселонаның бәрі осыған дайын болды, бірақ та кейінгі кезде Барселонаның басшылары, бірнеше менеджерлары, бірнеше ойыншылары Хави Эрнандестің кетпегенін қалайды екен. Барселонаның президенті Джоан Лапортаның өзі ресми айтпағанмен де жалпы хабарлама жеткізді, сұранды, өтінді Хави Эрнандестің Барселонада қала беруін. Себебі бір шама Барселонадағы маңызды қызметкерлер Хави Эрнандестің қала бергенін қалайтын көрінеді. Себебі де белгілі, Хави Эрнандес жоқтан бар жасап отыр қазіргі таңда. Және де Барселонаның жағдайына байланысты трансферге де көп ақша сұрамайды. Барселонаны барынша түсінетін ойыншының бірі болды, және де бапкердің бірі деп те айта аламыз. Ойыншылардың бәрі Хави Эрнандесті жақсы көретінін жеткізіп жатыр. Сондықтан да Хави Эрнандестің қала бергені дұрыс деп санайды. Бұл бір себеп. Екінші себеп, қазір нақты мықты бапкерде таба алмай отырған жайы бар. Қазіргі үш бапкер Томас Тухель, Де Зерби және де Ханс Флик. Осы үш бапкердің біреуін таңдауы керек, бірақ та осы үш бапкерді былай салыстырып қарағанның өзінде үйренісіп қалған, енді жүйе қоя білген қазіргі таңда Хави Эрнандестің қала бергені дұрыс па деп сырттан қарасаң да сондай шешім қабылдап қаласың. Енді маусым соңында белгілі болады не болары. Бірақ қазіргі таңда Барселонаның жеке инсайдері Жерар Ромероның айтуынша Хави Эрнандестің қалғанын қалап отыр барселоналықтар. Бүгінге осы арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар. 13-ші сектор арнасы сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арна.